Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің аты жөнім Әбілов Қуат, композитормын. Видео обращение бұл жерде Баян Сұлу деген әнші қыздарыңызға. Келеді мені көргің, көре бергін. Мінекей мынау сотқа шақырту қағаз. Бізде мәселе мынандай болып жатыр. Баян Сұлу деген қыздарыңыз қазір енді сотқа шақырып жатыр мені. Мен композитормын, сол Баян Сұлудың 5 бірдей әнін жазған автормын. Ұмытсам да сондайым бар, ауа райы, күтемін, осы 5 ән жазған композитормын. Бұл жерде бізде үлкен бір мәселе болып жатыр. Мәселе болып жатырған себепті мен сіздерге видео үндеу жолдап жатырмын. Баян Сұлу басында келген кезде ешқандай аты жоқ, ешқандай әні жоқ. Аға, мені хит қылсаң, бізге маған ешқандай да ақшаның қажеті жоқ. Мені хит қылсаң болды деп келген қыз. Қолымнан келгенше максимально жұмыс жасадым. Максимально 5 бірдей ән жаздым. 5 бірдей әні, 5-еуі де Аллаға шүкір хит. Ол үшін сіздерге халқым үлкен рахметімді, алғысымды айтамын. Менің әндерімді осылай тыңдап хит қылғандарыңызға, жақсы жүрек жарды лебіздеріңізді білдіріңізге үлкен алғысым шексіз. Енді қазір менде үлкен мәселе болып жатыр. Мен автормын, менің авторыма әндеріме ешқандай да қаламақы төленбеген. Мен тегін жұмыс жасадым. Қолымнан келгенше барлық командамда өзімнің жұмыс жасайтын інілерім, бауырларым, балаларым, ағаларым барлығын түгел осы Баян Сұлуға жұмыс жасауға мен жұмылдырдым. Қолымнан келгенше. Енді ақырғы соңында Әлшер Бұрханов пен продюсермен келісім шарттары бұзылғаннан кейін бұл жерде мен Баян Сұлудың маған деген сыйластығын, маған деген құрметін көріп жатырмын. Бір кездері осы бір 20 күн бұрын барлық клиптер мен ютубтан өшіргізіп тастағанмын. Бірақ кейін қайтадан шығарттырдым. Себебі менің өзімнің нақты талап етіп жатырған талабыммен қаламақымды ол кісілер төлеуден бас тартып жатыр. Маған бірнеше қысым болды, бірнеше адам звондады, бірнеше адам келді. Осындай, сен тоқтат, мына нәрсеңді қой, сен осындай ақшаға бер. Мен сұраған өзімнің қаламақымның бағасын түсіргісі келді. Ол және де маған деген сыйластығы, мен әнді айтпасам, әнші болмаса, ол ән деген хит болмайтын еді деген әңгімелердің барлығы оның маған деген сыйластығы деп білем. Оның маған деген құрметінің жоқтығын көрсетеді. Сондықтан мен көптеген жас балалармен де, көптеген Қазақстанда осы ағаларымыз, әпкелеріміз, інілеріміз, қарындастарымыз, бірнеше әртіс ағаларымыз барлығымен мен жұмыс жасап келе жатқан адаммын. Мен танымасаңыздар да менің әндерімді білесіздер. Себебі мен еш жерде сұхбат бермегенмін, еш жерге шықпағанмын. Мен тек тасада осындай студияда ғана жұмыс жасайтын адаммын күні-түні. Енді ақырғы соңында не болып жатыр? Ақырғы соңында мен бұл видеоны не үшін жолдап жатырмын? Соңында мен сотқа шақырып жатыр. Мен сол әндерді енді бұдан арғарата ютубтан да, платформадан да, еш жерден де, тыңдалымнан еш жерде болмайды. Өшіремін, ол әндерді орындауына мен рұқсат бермей жатырмын. Сол себепті мен қазір сотқа шақырып жатыр. Сонда бұл әділдік қайда деймін да мен? Бұл қалай біз қолымыздан келгенше жұмыс жасаймыз? Менің меншігімде ештеңе жоқ. Менің меншігімде отбасым бар, 5 балам бар, және әндерім ғана бар. Мен әнге қызмет етіп жүрген адаммын. Шамамыздың келгенше халықтың құлағында қалатын, халықтың жүрегіне жететін ән жазғымыз келеді. Оны жақсы әншісімен орындағанын қалаймыз. Ол менен келіп көмек сұрап келгеннен кейін қолымнан келгенше көмегімді жасадым. Қолымнан келгенше әнді жаздым. Жақсы деген әндердің барлығын соған орындатуға тырыстым. Біздің алдымызға қойған мақсатымыз болған, арена жинаймыз, стадион жинаймыз, үлкен жұмыстар жасаймыз. Ол өзім продюсермен жұмысын тоқтатты. Мен ол жақтағы келісімдерінде мен ешқандай қатысым жоқ. Мен ол жаққа ешқандай да араласа алмаймын. Ал маған продюсермен екеуі келді, жұмыс менен көмек сұрады, қолымнан келгенше көмектестім. Продюсермен келісімшартты бұзғаннан кейін басқа продюсері шықты, маған хабарласты. Осындай келісімге келейік, сізбен жолығайық, қай жердесіз, келді, сөйлестік, мен өз талабымды айттым. Осындай менің қаламақымды төлеңдер. Нақты бір осындай қаламақымды төлеңдер, болды, әнді орындай беріңдер. Рұқсат сендерге. Себебі ол әннің барлығын орындайтын Баян Сұлу, осы қазақ эстрадасына Баян Сұлу деген ат, әнші сол әндерменен кірді деп мен өз басым есептеймін.
қазақ өнеріне сондай әнші қосылды деп, сол әндермен қосылды деп есептеймін. Оның әншілігінде мен ешқандай таласым жоқ. Сондықтан енді ақырғы соңында не болып жатыр? Ақырғы соңында мені осындай қысыммен ең соңында өстіп мені сотқа шақырып жатыр, сотқа жүгініп жатыр. Енді білмеймін әділдік қайда екенін. Бұл жерде өте өкінішті нәрсе. Өте өкінішті нәрсе, және де өзіңнің қарындасыңдай көріп, бар ынтаңмен, бар қолыңнан келгенше жұмыс жасаған адамың соңында осындай соққы жасап жатырған, ол енді жақсы нәрсе емес. Сондықтан мен сіздерге осындай үндеу жолдап жатырмын. Сіздерге тағы да алғысым шексіз. Рахмет. Менің әндерімді жүрек жарып тыңдағандарыңызға, сіздердің жүректеріңізге жеткеніне, құлақтарыңызға жеткеніне мен үлкен қуаныштымын. Бірақ әнші менен композитордың арасындағы сыйластықтың соңы осындайға келіп жатыр. Сол үшін мен сіздерге осындай видео үндеу жолдап жатырмын. Енді не істерімді білмей жатырмын, мен шынымды айтайын. Дәл қазіргі кезде мен не істерімді білмей жатырмын. Мен сотқа шақырып отыр. Менің әндеріме қаламақ төлегісі келмейді, ол әндерді орындағысы келеді. Енді бұдан арғы ол әндер ютубта, платформада еш жерде де болмайды. Себебі мен рұқсат бермей барлығын алып тастап жатырмын. Сол себепті мені сотқа шақырып жатыр. Ал енді өздеріңіз әділдігін айтыңыздар. Көп рахмет. Қайырлы кеш, барлықтарыңызға сәлем. Видеоны кеш салып жатқанның себебі ағалар толық өзінікін айтып алсын дедім. Өйткені менің айтатын әңгімем өте ұзақ. Бірінші мәселе, бүгінгі Қуат Әбіловтің маған жолдаған бейне жазбасында жалған ақпараттар таратылған. Ол жала жабу болып табылады. Өйткені оның қолында көрсетіп тұрған қағазы сотқа келген. Оның әнге мүлдем қатысы жоқ. Ол жерде менің өзімнің абыройым, өзімнің жеке құқығымды қорғауға арналған құжаттар еді. Және де осы жалған ақпарат таратқан үшін біз заң жүзінде шара қолданамыз. Екінші мәселе, әндерге келетін болсақ, мен ол әндердің төлемін жасаудан ешқашан бас тартқан жоқпын. Келісілген бағадан 3 есе баға ұлғайып кетуінің себебінен менің қалтам ол ақшаны көтере алмады. Бірақ кеше біз Қуат Әбіловпен определенный бір сумаға келісіп, қол алысып, сол жерде келісіп кеткен болатынбыз. Және де артынша 2 сағаттың ішінде біз договорды әкелдік алдына. Әкеліп тұрсақ, ол өзінің ойыннан айнып қалғанын, және де әндерді бүкіл жерден удалить ететінін, өшіретінін айтты. Үшінші мәселе, әндердің құқығы. Мен осыдан 2 жыл бұрын, 2024 жылы, жеке клиент ретінде өз ақшаммен Қуат Әбіловтің гонорарын толық төлеп, ұмытсам да әнін сатып алам толықтай. Және де ол ән 1 жыл бойы ешқайда шықпай тұрады, менде тұрады. Менің қателігім, ол әндерді сатып алған кезде договор жасатпағанмын, бірақ перевод, чек барлығы сақталған. Сол әнді 2025 жылдың көктемінде Әлшер Бұрханов, менің бұрынғы продюсерім, естіп ұнатады. Және де сол әнді видео жазып, сниппет түсіріп, халыққа тыңдатуға ұсыныс тастайды, және де өзі көмектесетінін айтады. Солайша ол ән тыңдармандардың жүрегіне жетіп, ол үшін тыңдармандарға рахмет, жүрегіне жетіп, үлкен хит болады. Сол кезде Қуат Әбілов маған шығады. Ол әннің хит болуымен құттықтап, бізді студияға шақырып, егер жаңа әндер іздеген болсақ, бізбен бірге жұмыс жасауға дайын екенін айтады. Солайша мен Әлшер Бұрхановпен сол кезде договорға отырам, яғни продюсер, әртіс ретінде екеуміз келісімшартқа отырамыз. Солайынан студияға барамыз, Қуат Әбіловпен Әлшер Бұрханов өзара келісім жасайды әндерге. Менің естуім бойынша Әлшер Бұрханов Қуат Әбіловке өзінің бюджеті аз болғандықтан, кейін еңбек ақталып жатқаннан кейін қымбат сыйлықтар арқылы және де ақшалай арқылы оған берем деп келіскен. Анпакингтен бұрын бұл қаяқтан не үшін келіп жатқанын айтайық та. Давай, айтайық. Әлшер Бекшердің бізге сыйлап жатқан макбугі, Баян Сұлу екеуінің. Ашшы, мына яғын көтерші. Неке. Қара түсті ма? Алла қаласа осы жылғы декабрь айының 20-сы бүгінде, 21-іне дейінгі осы 7 айдың ішінде Баян Сұлудың шығарған хиттарына байланысты бізге алғысы осы алып беріп жатырған.
Және де Әлішер Бұрхановтың Қуат Әбіловке ақшалай сыйақы ретінде де перевод жасап жатқанын өз көзіммен көрдім. Мен әртіс ретінде ол мәселеге араласа алмадым, өйткені ол жұмыстың барлығы продюсердің жұмысы еді. Ал ұмытсам да әні толықтай менің әнім. Негізі болып жатқан бұл мәселелердің барлығы алдында өздеріңіз естігендей, мен продюсермен жұмыс тоқтаттым. Соған үлкен қатысы бар. Бірақ көптеген құпиялар бар, үлкен мәселе бар, кейіпкерлер бар. Оның барлығын кейін айта жатармын. Маған неше түрлі пікірлер, жазбалар, комментарийлер келіп жатыр. Мені қолдап та жатқан адамдар бар. Сіздерге көп рахмет. Ал шын мәнісін білмейтін адамдарға айтқым келеді. Бұл жерде сіздер білмейтін үлкен мәселе бар. Ол мәселені жақында мен дәлелмен, соттың үкімімен бірге алып көрсететін боламын. Оған дейін күтіңіздер. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Баян сұлудың видео үндеуін көрдім, оқып шықтым барлығын. Енді екі түрлі пікір пайда болып жатыр екен. Қазір барлығына жеке-жеке тоқталып сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Бірінші мәселе, Баян сұлудың композиторға, авторға деген құрметсіздігінің тағы бір дәлелі. Енді бірінші видеода айтылған MacBook мәселесі, ақшаны төледік деген мәселе, ұмытсам да дейтін әннің мәселесі, және де олар маған звондамай, мен оларға звондаған жөнінде мәселесі. Осы төрт мәселеге тоқталайық. Бұл жерде енді хайп па, не, мен білмедім, хайп дейтін нәрсені білмеймін. Мен еш жерде интервью бермеген адаммын, еш жерге шықпаған. Мен тасада тек студия жұмыстан адаммын осы уақытқа дейін. Енді шындыққа өтірікті араластырудың ешқандай қажеті жоқ. Егер өтірік араласатын болса, мен енді бұдан кейін ешқандай видео үндеу жолдап, мен ешқандай нәрсені талқыламаймын. Ертең бұл жерде барлық нәрсе сотқа жүгінеміз, соттан шешімі шығады, содан кейін барып бір білетін боласыздар. Ал енді жеке-жеке тоқталайын. Бірінші MacBook, ол Баян сұлу менен бұрынғы продюсер Бекшер Бұрхановтың екеуінің әкеліп берген сыйлығы. Оны маған міндетті түрде әкеліп берулерін керек деп мен сұраған емеспін. Ол өздерінің әкеліп берген сыйлығы, ол сыйлықта айту енді ол білмеймін, өте ұят нәрсе. Болмай ма, келсінде алып кетсін. Алып кет келді. Мен оған қарап отырған жоқпын. Ол әкеліп бергеннен кейін мен қабыл алдым, болды. Ал енді ақшаның мәселесі, маған ешқандай да қаламақы төленген жоқ. Мен оның қасында болдым, көрдім деген әңгімені барлығын дәлелмен әкеліп берсін. Маған ешқандай да ақша төленген жоқ. Ешбір әніме ақша төленбеген. Оның не себеп төленбеген бәрін қазір тағы да айтамын. Үшінші мәселе, ұмытсам да дейтін әнді осыдан 3,5 жыл бұрын ба әпкесімен екеуі менен сатып алған. 700-800 мың теңгеге подключ жұмысымен, барлық жұмысымен сатып алғанда екеуі дуэт болып әнді айтқан. Одан кейін Шымкентке кетіп қалды. Баян сұлу Шымкенттен Алматыға келгеннен кейін осы творчествоны бастайтын кезде бұрынғы продюсер Бекшер Бұрханов сол әнмен бастағысы келген жұмысты. Сол әнді айтуға Баян сұлуға әпкесі рұқсат бермеген. Ол әнді әпкесінен жаңа продюсері ақшасын төлеп сатып алған. Рұқсат бермеген деген. Бұл жерде рұқсатты беріп беретін мен. Бірақ мен бұл мәселені білмеймін, кейін барып білдім. Ақшасын төлеп әпкесіне ән сатып алып, сіңлісіне орындаттырған. Ол мәселе. Содан кейін тағы үшінші мәселе. Бұл жерде төртінші мәселе. Мен звондаппын да оларға. Жоқ. Мен қалай болғанын айтайын. Баян сұлу маған звондады. Аға, қалай салыңыз ба? Мен Баян сұлу. Я білемін, так. Мен осай Алматыға келдім. Творчествоға кірісейін деп жатырмын. Сізбен жолықсам бола ма? Болды, кел. Студияның адресін бердім. Күттім. 4 күн ба, сондай келмеді. 4 күннен кейін келді. Әлішер Бұрханов екеуі келді. Әлішер алып келді. Аға, мен осы қызды жоба қылып алдым, жұмыс жасайын деп жатырмын деп. Мен сөйлесіп келісіп, мен негіз күтіп отырғанмын Баян сұлуды. Сөйлесіп келісіп қойып едім ғой. Енді екеуміздің де қызымыз, аға, ниетте болып отырсаңыз, давай жұмыс жасайық деп солай келген. Содан кейін біздің қолымызда, екеуінің де қолында ешқандай ақша болмаған. Бірінші келген кезде мен сіздерге айтайын, менен көмек сұрады. Мен бірде-бір әнді сіздерге сатпаймын. Сіздер айтып жатсыздар, не үшін ой деп келіспеген, басында келіспегенде Баян сұлу бүйтіп жарыққа шыққан кезде не үшін оның аяғын, мен ешкімнің де аяғын шалып жатырған жоқпын. Бізде келісім қалай болды? Бізде келісім мынандай болды. Мен сендерге бірде-бір әнді сатпаймын, бірде-бір әнді қаламақы талап етпеймін.
әндерін жазып беремін, хит қылуға максимально бірінші алла жұмыс жасаймын, жақсы деген әндердің бәрін беремін. Бізде келісім аренаға дейін бару болған. Аренада үлкен концерт беріп, сол жақта концерттен кейін не бересіңдер, өздерің шын ниеттеріңмен берген нәрсені алам деп келіскен болатынбыз. Бұл жерде біз аренаға жеткен жоқпыз. Себебі Баян Сұлу продюсермен жұмысты бірінші өзі тоқтатты. Содан кейін басқа продюсермен жұмыс жасады. Енді Әлішер Бұрхановпен жұмысты тоқтатқаннан кейін ол жаңа продюсермен жұмыс жасап жатыр. Оған дейін ол маған келді. Аға, біз сізбен жұмыс жасай аламын ба? Мен жұмысты тоқтатқым келмейді. Мен басқа студияны білмеймін, мен танымаймын, мен басқа композиторларды танымаймын, мен сізбен жұмысты тоқтатқым келмейді деп келген. Екеуміз сөйлескенбіз, келіскенбіз. Мен айтқанмын, давай жасайық, мен дайын, ешқандай да қарсылығым жоқ, жұмыс жасайық. Енді қазір сенде продюсер, спонсор біреу бар ма? Жоқ. Онда жоқ болатын болса, менімен жұмыс жасаймын десең, онда менімен жұмыс жасаймын. Менімен жұмыс жасаймын десең, спонсорың бар ма дегенде, спонсорым бар деді. Спонсорың бар болса, онда менің әндеріме осындайдан ақша. Өзі келіп айтқан, мен ақшасын бәрін еңбекті бағалаймын, бәрін төлеп беремін деп. Сөйтіп спонсорың болса, осындай ақшадан төле деп, басында 1,5 миллионнан біздер келіскен болатынбыз. Болмаса, менің өзіме проекті жоба бол, екеуміз бірге жұмыс жасайық. Бірақ мен контрактіге отырмаймын, қыз баламен договорға, келісімшартқа контрактіге отырасың, осындай қыз баламен отырасың деп айтқанмын мен. Ал енді ары қарата Баян Сұлу сол кетті, сол кеткеннен кейін мен Баян Сұлуды көрген жоқпын. 1,5 миллионға келіскен болатынбыз. Одан кейін министерстводан деді, министерствода ағасының атынан деді, маған бірнеше адам звондады, маған кәдімгі Қуат деген сен бе кімсің деп звондаған адамдар болды, маған келген адамдар болды студияма, қойшы еш кислородың бітеледі ғой, ертең жолың жабылады, өзің жау көбейтін істейсің деген әңгімелер. Оның барлығы маған осылай бұл 2 ай жарымнан бері ме, 2 айдан бері ме созылып болып жатқан мәселе. Осындай болды. Сол себепті мен Баян Сұлуға бірінші адамдары звондап, не үшін маған адамдарыңа звондап тұрасың деп мен Баян Сұлуға ескерткенмін. Содан кейін тағы бір мәселе ескерттім. Мен енді маған адам звондайтын болса, 2 есе төлейтін боласың қаламақымды деп мен ескерттім. Ана жерде 3 миллион деген әңгіме сол. Біздің сөйлескен чатымыз шығарып жүрді, оның өзінің жеке статьясы бар. Оған жеке тоқталатын боламыз. Енді $30,000 дейтін әңгіме, 1 жыл дейтін сұрақ, ол жерде менің жазылған сөзім барлығына мен өзім кәттігіл жауап беремін. 1 жыл дейтін сұрақты не үшін айттым? Баян Сұлу, мен Қуаттың әндеріне қарап отырған жоқпын, мен өзім дәл шығарғарай хит шығарып алам деген әңгімесі бар. Жақсы, хит шығарып алам десең, хит шығарып ал. Онда 1 жылға дейін орындауға рұқсат берейін, 1 жылдың ішінде хит шығарып үлгеретін шығарсың, 1 жылдан кейін сосын орындамай-ақ қой деп мен солай айтқанмын. 1 жылға дейін мен саған орындауға рұқсат беремін деп. Себебі неге? Ауа райы, Баян Сұлудың паспорты, ауа райы деген ән паспорты ол. Ән мен әншінің ғұмыры бір. Бұл нәрсені әншілер түсіну керек негізінде. Әнші түсіну керек бұл мәселені. Ән мен ән болмаса әнші болмайды. Сондықтан 1 жыл деген сұрақты сол үшін қойдым. Тағы бір мәселе. $30,000 деген нәрсе, ол мен 1 жыл деген сұрақты алып тастаймын. Өмір бойына ол әндерді айта беруге рұқсат етемін. Соған төленетін қаражаттан. Болмаса одан кейін тағы бір сума болған. Болмаса авторлығымен түгел аласың өзіңе. Ақшаң болса, спонсорың болса төлесің де авторлығымен түгел ал. Ол әнге оралмаймыз содан кейін. Авторы өзің болып қаласың деп мен сондай айтылған әңгіме еді. Ал енді жаңағы алдымен олар келіп кетті маған, айтып отыр ғой, біз қаламақымызды бердік, бірақ ол алған жоқ, басында келіскен болатын, қолына алған болатынбыз деп. Бұл жерде мен сіздерге бірінші видео үндеуімде сіздерге сотқа шақырту қағазды көрсеткенмін. Ол шақырту қағазда ән жөнінде сотқа шақырып жатыр деп мен айтқан емеспін. Ол жерде сотқа шақырту қағаз маған жабылып жатқан жала. Мен ол жаланың жабылатынын білдім. Біздер келістік, кешкі сағат 8-ден кете келді студияма, юристіменен, заңгеріменен, жаңағы министерствоның айналасында жасайтын ағасы бар, қазіргі продюсер болып жатқан, сол екеуі келді. Екеуі келді де, сол жерден где-то бір 10:30-ға дейін бізде переговор болды.
келісім болды. Сөйлестік. Оның ішінде менің пункттарым болған, менің талаптарым болған. Ол талаптарым платформа монетизацияның 50% маған тиісті беріп отырасыңдар деген пункт болған. 5 жылдан кейін мен әнді басқа әншіге перепевка жасата аламын деген өзім талабым болған. Содан кейін телевизионный жобаларда, мысалға деп айтайын, кавер шоу, The Voice, басқа сондай жобаларда хит әндерді автордан, исполнительден сұрамайды. Рұқсат сұрамайды, жаңа нұсқада жасап айта береді. Сондай айтылған жобаларда айтылатын болса әндер, ертеңгі күні менен ештеңе талап етпесін, мен ештеңе жауапты болмаймын деген осындай өзім талаптарым болған. Соның ішінен алып тастады. 5 жылдан кейін перепевка жасайды дейтін нәрсені алдырып тастады. Өмір бойына Баян Сұлудан басқа ешкім айтпайтын болсын деген осындай не болды. Соны алдырып тастады. 50% алдырып тастады. Себебі қарындасың ғой, мұнша қинама, менен өтініп сұрады. Сұрағаннан мен оны алып тастағанмын. Маған гонорарымды әкеліп бердім деп жатыр ғой, гонорарын маған толық әкеліп берген жоқ. Маған бір определен сумманы ғана алып келді. 17 апрельге дейін тағы да срок алды. Сол 17 апрельге дейін сол қалған ақшаны әкеліп береміз деп сөйлеген. Бірақ олар 31 наурызға дейін барлық мен сұраған қаламақымның түгел әкеліп беру керек болған. Олар тағы да уақыт сұрады. Сөйттік те біз келістік, олар кетті. Жаңағы юристі мен продюсері екеуі кетті де, бір где-то сағат 1-1-ден өте ма келді. 2 нотариустың адамы бар, қолдарында жаңағы ксерокопия аппараттары бар, сондай менен юристі бар, жаңағы продюсер ағасы бар, Баян Сұлуды мен 2 айдан бері көріп тұрған. Сол күні келді. Келді де, ал енді договорға қол қояйық деді. Мен сразу айттым, қол қоймаймыз. В общем, отказ жасаймыз, әнді айтпай-ақ қой, қаламақы да ештеңеге керек емес. Бұл жаңа ғана келісіп еді ғой. Мен сондай шешімге келдім. Болды. Онда сотқа шақырту қағаз бер деп маған дайындап алып келген алдыма. Бұл нәрсе, егер де мен ол қаражатты алатын болсам, егер де, онда мен 2 есе жалаға қалатын едім, 2 есе жала жабылатын еді маған. Мен сол себепті алмадым. Бұл жерде не только композиторды сыйлау, әнді сыйламау, маған кәдімгідей жала жабылып жатыр. Ағайындарым, мен сол үшін сіздерге видео үндеу жолдадым. Маған жала жабылып жатыр. Мен ертең оларға қарсы сотқа арыз беремін. Маған жала жапқан үшін. Бұл жерде көптеген нәрселер бар, үлкен нәрселер бар. Мен енді әнді жаңағы мен сұраған қаламақымның бағасын түсірттіру үшін ағаларға звондаттырып, болмаса министерствода жаңа ағасы бар, соның атынан деп звондап, соның атынан деп маған келіп, ондай нәрселер барлық нәрсе болды. Себебі неге анау платформа монетизация деген нәрсені алып таста, ол керек емес. Бұл жерде сіздер ойлап отырсыздар, біздің Қазақстанның рыногында бұндай композиторлар баға деген, не деген масқара баға деп шошырасыздар. Жоқ, шошымаңыздар. Біз бұған дейін не бір композиторлар болған. Әннің өзін $20,000-дан, $30,000-дан бағалаған. Бұл жерде автор өзін өзі бағаламаса, егерде әртіс бағалайды деп мен есептемеймін. Себебі бізде жаңағы авторларға деген құрмет қатты төмендеп кеткен. Әнмен ақша тапқысы келеді, нан тапқысы келеді, мен оның қалтасын есептеп жатырған жоқ, маған керек те емес ол. Бірақ мен өзім жұмыс жасаған адамдардың бәрін білемін, кімнің $1000-дан бастап, кімнің $25,000-ға дейін бағасы көтерілген. Ол 15 миллион дейтін Баян Сұлудың асып кетсе 7 выступлениясы. Ол қазір қаншама выступлениеде жүр, ол жалпы адам ойлау керек қой, немен ном тауып отырғанын, қандай әнмен ном тауып отырғанын. Ал енді қазір жала жабылып жатыр, мен бұдан кейін ешқандай видео үндеу жолдамаймын. Шындық жүрген жерге өтірік араласты деген сөз, ол мен хайп па, сондай деп ойлаймын енді. Мен хайпқа басымды тыққым келмейді, мен хайповать ететін адам емеспін. Мен кәдімгі таза адал еңбек етіп жұмыс жасап жүрген адаммын. Сондықтан маған жала жабудың ешқандай қажеті жоқ, қаралаудың да қажеті жоқ. Мен өзіме тиісті қаламақымды сұрап жатырмын. Бұдан кейін тіпті қаламақымды бермей-ақ та қойсын. Мен шынымды айтайын, өзім қатты көңілім қалып отыр. Себебі неге авторды осындай құрметсіздендіру енді үлкен қате.
бұлай сыйламау, түйе жағу, жала жабу деген бұл өте қате нәрсе. Сондықтан ол біздер сотқа шағымданамыз, әрқайсымыз өзіміздің сұрағымыздың жауабымызды алатын боламыз. Содан кейін барлық нәрсені білетін боласыздар. Рахмет.